Осы видеода мақала жазу үшін білу керек екі мәселе туралы айтатын боламын. Біріншісі, мақала жазғанда тақырыптың ғылыми әдебиетіне қалай шолу жасалатынын Абай зерттеулерінің ғылыми библиографиясы арқылы көрсететін боламын. Екіншісі, библиография білмеу білімсіздіктің дәл өзі екенін мысал арқылы дәлелдемекшімін. Мақала қалай жазылатыны жайлы видеолардың жалғасы келсін десеңіз, Есті сөз YouTube каналына, Есті сөз Instagram парақшасына жазылып қойыңыз. Осы видеода мақала жазудағы бірінші қадам тақырыптың ғылыми әдебиетіне шолу, библиографиясын зерттеу жайлы болмақ. Мақаланың қолданылған әдебиеті үй салуда құрылыс материалы қандай керек болса, сондай керек нәрсе. Мақала жазарда жасалатын бірінші жұмыс ол мақала жазатын тақырыптың әдебиетін білу. Сол тақырыпта жазылған зерттеу еңбектерді сүзіп, керек болса тізіп шығу. Абай тақырыбына мақала жазғанда менен бұрын кім не жазды, бұл тақырыпта абайтану ғылымында қандай зерттеу еңбектері бар екенін деп іздестіре жүріп, Абай мұрасына жасалған ғылыми жұмыстардың ғылыми библиографиясын жасап алдым. Бұл Абай тақырыбында мақала жазатындардың қолданылған әдебиет бөлімін жазуға дайын зерттеу. Абай тақырыбына мақала жазатындарға мақала тақырыбының әдебиетін білдіретін шолу жасай қоюға мүмкіндік беретін көмекші жол картасы секілді дүние. Біліммен бөліскен жақсы деп өзіме көп көмегі тиген соң басқаларда пайдалансын деген оймен белгілі ақын ғалым Асқар Дүйсенбек екеуміз осындай бір жұмыс Абай мұрасының ғылыми библиографиясын, Абай жайлы интернет дерек қорларын, единица жақсысы Абай мұрасының ғаламдар антологиясы кітабын жасап бір жерге жинастырып қойдық. Бұл кітапта Абай мұрасының еркін қолжетімді интернет және ғылыми басылымдардағы көрсеткіштері жинақталған. Абай мұрасы библиографиясы зерттеуінде мәліметтер еркін ұсынатын 27 ғаламтор дерек қорынан анықталып, реттеліп, библиография көрсеткіштері таблицалар мен графиктер арқылы көрсетілді. Абай мұрасына жазылғандар мен жасалған еңбектерді анықтап тізіп шыққан единица жақсысы Абай мұрасының ғаламтор антологиясы кітабы бастапқы кезеңнен 2020 жылдың қаңтарына дейінгі абайтанудың ғылыми библиографиясын көрсетеді. Енді видеода айтылатын екінші мәселеге келейін. Библиографияны білмеу білімсіздіктің дәл өзі. Мақала жазуда тақырыптың библиографиясы дұрыс зерттелмесе, мақала сапалы дұрыс жазылмайды. Осы айтқанымды нақты түсіндіру үшін Мағжан мен Юнус Емрені салыстырған бір ғылыми мақаладан мысал берейін. Бұл мақала ашық интернетте жарияланған ғылыми мақала. Сондықтан оқып талдауға болады деп ойлаймын. Мақала алдыңғы қатарлы университеттердің ғылыми журналы мен бірнеше ғылыми конференция материалдарында жарияланған ғылыми мақала болғандықтан алып отырмын. Осы мақаланың библиографиясында, яғни қолданылған әдебиетінде Абдулбаки Гөлпінарлы деген түрік ғалымының аты аталады. Аталып қана қоймайды, Абдулбаки Гөлпінарлы кәдімгідей сын айтылады. Мақалада бір сөйлем сөзбе-сөз оқиын. Бұлай: өлең жолдарындағы қысы жазы қаңғыған деген сөзіне қарап, Румге, Шамға барған Юнус Емрені Гөлпінарлы сияқты кейбір зерттеушілер айтқандай жиһанкез деп те бағалай алмаймыз. Осы саланың мықты ғалымы Абдулбаки Гөлпінарлы туралы, әсіресе Юнус Емре жайлы сөз болғанда кейбір зерттеуші дей алмаймыз. Бұл үлкен тұрпайылық болады. Неге? Өйткені Абдулбаки Гөлпінарлыны қысқаша қазақ оқырмандарға былай таныстырайын. Абайтануда Мұхтар Әуезов қандай болса, Юнус Емре тануда Абдулбаки Гөлпінарлы сондай десем қате болмас. Осы мақалада қазақ ғалымдары тарапынан қатаң сынға ұшыраған Гөлпінарлы кім? Ол 1982 жылдары өмір сүрген түрік ғалымы. Юнус Емре қолжазбасынан ғылыми талдау мен ғылыми зерттеумен айналысқанын 1936 жылда докторлық диссертация жазғаннан есептесек, Юнус Емре мұрасын зерттеуге өмірінің 50 жылын арнаған ғалым. Юнус Емре қолжазбаларын зерттеп, басқа авторлардың өлеңдері араласып кеткен жолдарды анықтап, соның бәрін ғылыми айналымға шығарған. Абдулбаки Гөлпінарлы ғылым дүниесіне 114-ге жақын кітап, 400-ге жақын ғылыми зерттеу мақала қалдырған, кітаптары көптеген шет тілдеріне аударылған. Тарих, әдебиет тарихы, дін тарихы, шығыстану саласында, әсіресе Мәулана, Мәуләуилік, Юнус Емре зерттеулерінде өте көп еңбек сіңген
бірнеше шет тілін білген, энциклопедиялық білімге ие мықты ғалым. Ғалымның Юнус Эмре Мәуләні және мәуләвилік зерттеулері арқылы Юнус Эмре мен Руми мұрасының зерттелуі қазіргі даму деңгейіне көтерілген. Осындай ғалым туралы Юнус Эмренің шығармасы туралы бір мақала жазғанда, Абдулбаки Гөлпынарлы сияқты кейбір зерттеушілер айтқандай, жиһанкез деп те бағалай алмаймыз, деп мақала жаза алмаймыз. Бұл білімсіздікті көрсетеді. Гөлпынарлы секілді бұл саланың мықты ғалымына көрсеткен әдепсіздік, тұрпайылық болады. Мұндай білімсіздіктің қайнар көзі қайдан шығып жатыр десеңіз, мақала жазып отырған тақырыптың ғылыми әдебиетін білмеуден шығып жатыр. Егер осы мақала авторы Юнус Эмренің ғылыми әдебиетін, яғни библиографиясын білсе, осындай сөйлемдер жазбас еді. Сондықтан мақаланың тақырыбына, теориясына тікелей қатысты негізгі зерттеу еңбектерді жазған, ғылымын жасаған ғалымдардың еңбектерін біліп алып, тағы да қайталап айтамын, тізіп алып, содан кейін ғана мақала жазуға отыру керек. Мұны қамтамасыз ететін құнды дүние мақала авторының білімі. Жоғарыда келтірілген Юнус Эмре мен Мағжан байланысы жайлы ғылыми мақала мысал ретінде алынды. Басқаша айтқанда, типтік жағдайды түсіндіру үшін алып оқыдық. Әрі бұл мақала университет ғылыми журналдарында бірнеше халықаралық конференция, ғылыми зерттеу жұмысы ретінде ұсынылған. Қазақ әдебиеті ғылым дүниесінде қабылданған ғылыми зерттеу мақала болғандықтан, сынау үшін емес, мысал үшін алынған ескерте кетейін. Айтқандарымызды қорытындыласақ, нені қайдан іздеуді білсең, мақала библиографиясын, яғни әдебиетін адаспай табасың. Бұған жол көрсететін жол картасы ол білім. Бүгінгі видеода мақала жазу үшін тақырыптың библиографиясының, мақалада қолданған әдебиетінің жақсы зерттелуінің маңызды екенін, оған барынша көңіл бөлу керектігі жайлы айттым. Мақала жазудың келесі қадамы жайлы келесі видеода айтатын боламын. Осындай видеодан хабардар болу үшін Ес Сөз YouTube каналына, Instagram парақшасына жазылып қойыңыз.